Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен суға бауырсақ илейтін боламыз. Ең алдымен жылы судың үстінен тұз және де қантты саламыз. Одан соң дрожжды қосып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан соң үстінен ұнды аз-аздан қоса отыра қамырымызды илеп шығаратын боламыз. Қамыр бізде өте жұмсақ болып шығады. Міне дәл осылай иленген кезде үстінен шамамен 2-3 ас қасықтай сұйық майды құйып, тағы да жақсылап осылай қолымызбен мұжғылап біркелкі қамырды дайындап аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді бетін жауып шамамен 1 сағаттай уақытқа көтерілгенше қойып қоямыз. Міне біздің қамырымыз көтеріліп шықты. Енді астына ұнымызды шашып, үстінен шашып қамырымызды осылай жайып аламыз. Қалауымызша кез келген көлемде кесіп алатын боламыз, және де қызып тұрған майға салып, екі бетімен жақсылап қуыратын боламыз. Міндетті түрде майымыз қызған болуы қажет. Міне көріп тұрғандарыңыздай өздері домаланып, өте әдемі болып шыға келеді. Барлық бауырсағымызды дәл осылай қуырып алатын боламыз. Міне сонымен біздің бауырсағымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте дәмді болып шығады. Егер де сізге видео рецепт ұнаған болса, менің парақшама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Ас болсын!